психологиялық ахуал қалыптастырады, иә. Бәріміз орнымыздан тұрайық. Ал балалар, жүректен жүрекке деген тренинг ұйымдастырайық. Бір-бірімізге өзіміздің жылы лебізімізді білдіруге қасымыздағы оқушыға. Жарайсыз. Құралай. Ардақ, бүгін сабақта жетістікке жетуіңе тілектеспін. Мұхағали. Аружан. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Жарайсыздар. Сағынай. Малика, саған бүгін сабақта сәттілік тілеймін. Рахмет. Малика, сіз? Сағынай, бүгін сен сабаққа белсенді қатысуыңды тілеймін. Жарайсыздар. Айсұлу. Бір-бірімізге сәттілік тілей отырып сабағымызды бастайық. Отыра қойыңыздар. Қорытындылау мақсатында есімізге түсіріп алады, иә. Олай болса, оңай экран платформасында жасалынған ойын арқылы алдыңғы сабағымызды еске түсірейік, иә. Қол көтеріп отырып, жауға шындық ретінде жауап береміз. Жыныс жүйесінің негізгі қызметі ұрпақ жалғастыру қаншайым? Шындық. Жылдамырақ жауап бермесек, жыныс алмамызды жеп қояды, иә? Сперматозоид аналық кезінде түзіледі. Жалған. Иә, ол қайда түзіледі? Аталық кезінде түзіледі, иә? Келесі сұрағымыз, жұмыртқа жасушасы аналық кезінде жетіледі. Сағынай? Жалған. Шындық. Келесі, ұрықтану жатырда жүреді. Саят? Без омада орналасады. Аталық без омада орналаса ма? Шындық, иә? Аталық без омада орналасады. Миоз арқылы жыныс жасушалары түзіледі. Қандай? Жыныс жасушалары миоз арқылы түзіле ма? Қалай? Шындық, иә? Жарайсыздар. Келесі, ұрықтанатын мүше омама жоғаты жатыр ма? Айнек? Жатыр, иә? Ома бізге аталық без, иә? Аталық безді сперматозоидты түзу, ол аталық бездің қызметі. Жарайсыз. Жатырдың ішкі қабаты эндометрий, периметрий, миометрий. Аружан? Эндометрий бұл яғни жатырдың ішкі қабаты. Жарайсыз. Ұрықтану қай жерде жүреді? Жатырда ма? Жатыр түтігінде ма? Ардақ? Жатыр түтігінде ұрықтану. Қанаттың қызметі ұрық түзу, сперматозоид түзу, ұрықты қабылдау. Ержан? Ұрықты қабылдау қанаттың қызметі, иә? Жарайсыз. Келесі, қуықтың артқы тұсында жамбас қуысында орналасқан алынып ішінде бұлшықетті мүше. Жатыр ма? Қанат па? Жатыр, иә? Пішіні сопақша, ұзындығы 8-4 сантиметр, салмағы 5-8 грамм. Аналық без ба? Аналық без ба? Аналық без, иә? Бізде аналық без, яғни сопақша пішінді болып келеді. Расул, мөлшері 4-6 сантиметр, салмағы 15-80 грамм. Аналық без ба? Аналық без ба? Аналық без, жарайсыз. Жарайсыздар балалар. Олай болса, жол жасап өтті. Жарайсыздар, барлығымыз жақсы меңгерген екенсіздер. Олай болса, балалар, бүгін маған
Не болып жатыр деп ойлайсыздар, айда? Өтпелі кезең дейміз, иә, яғни переходной возраст деп жатырсыздар, иә? Жақсы. Тағы қандай болуы мүмкін? Жыныстық жетілу болуы мүмкін дейсіздер, иә? Жарайсыздар. Яғни бұндай оқушыда болып жатқан өзгерістер сіздерде де бола ма? Сіздерде де болып жатыр ма? Жақсы. Олай болса балалар, бұл қалыпты жағдай екен, иә? Яғни әр адамның өміріндегі маңызды кезең. Олай болса, бәріміз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, бүгінгі сіздер тақырыбымыз екінші ретті жыныстық белгілер, яғни ұлдар мен қыздардың жыныстық жетілуі. Биологиялық және әлеуметтік жетілу туралы мағлұмат аламыз. Сабағымыздың мақсаты жыныстық жетілу кезеңіндегі екінші реттік жыныстық белгілердің дамуын сипаттау. Тақырыпты жазып аламыз. Балалар, бері қарап, назар аударды, сабақты бастамас бұрын мектепте бейнематериал көрсетіп алуын бұйырды. Бейнематериалға назар аударайық, иә? Сыныптың ескі суретін қарап отырып таңғалып қалды. Қалай тез өзгеріп кеткенбіз деп ойлады ол. Кеше ғана бәріміз бірдей едік, ал қазір бойымыз өсіп, дауысымыз өзгеріп, сырт келбетіміз де басқаша бола бастады. Неліктен адам белгілі бір жаста осылай өзгереді? Бұл жай ғана кездейсоқтық па, әлде табиғи заңдылық па? Шын мәнінде бұл әр адам өмірінде болатын маңызды кезең. Оны біз жыныстық жетілу кезеңі деп атаймыз. Осы уақытта ағза қарқынды өсіп дамиды және біртіндеп ересек өмірге дайындала бастайды. Дәл осы кезеңде адамның сырт келбетінде байқалатын ерекше өзгерістер пайда болады. Бұлшықеттері дамиды. Ал қыз балаларда дене пішіні өзгеріп, ағза жетіле бастайды. Бірақ жетілу тек сыртқы өзгерістермен шектелмейді. Адамның ойлауы, мінезі, жауапкершілігі де өзгереді. Яғни біз тек биологиялық тұрғыдан ғана емес, әлеуметтік тұрғыдан да өсеміз. Ең маңыздысы, әр адамның даму қарқыны әртүрлі. Біреу ертерек, біреу сәл кеш жетіледі. Бұл табиғи әрі қалыпты жағдай. Ал сен қалай ойлайсың? Адамның дамуы үшін қайсысы маңыздырақ? Дененің өзгеруі ме, әлде мінез бен ойлау ма? Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты жыныстық жетілу кезеңіндегі өзгерістерді түсіну, екінші реттік жыныстық белгілерді сипаттау және биологиялық пен әлеуметтік жетілудің айырмашылығын анықтау. Олар бейнематериалды көріп алдық, иә, олай болса, не түсіндік? Жанерке? Екінші реттік жыныстық жетілу туралы айтылды. Айсұлу? Уақыт өткен жерде адамның ағзалары жетілетіні ол бойынан өсіп өзгеруі. Аха, жарайсыз, Майса. Гормондардың рөлі туралы айтылған болатын, иә? Яғни, ары қарата өзіміздің сабағымызды жалғастырайық, пысықтайық, иә? Екінші реттік жыныстық белгілер. Яғни, жыныстық жетілу дегеніміз не екен? Мысалы, бері қарай, иә? Жыныстық жетілу ағзаның балалық шағымыздан ересек шағымызға қарата өту кезеңін алушан біз не деп атайды екенбіз? Жыныстық жетілу деп атайды екенбіз. Яғни осы жыныстық жетілу уақытысы қай уақытта басталады екен? Яғни жыныстық жетілу ол әр адам жеке тұлға, индивид болғандықтан әр адамның жыныстық жетілуі де әртүрлі кезеңде өтеді. Яғни белгілі бір уақытты қамту деген нақты мерзім жоқ. Одан кейін өту қарқыны қалай жүреді? Яғни біз ешке тұлғамыз, иә? Сол себептен де әр адамның жетілу уақытысы да әртүрлі болады. Яғни біреуде ерте болатын болса, біреуді кеш жетілуі мүмкін екен. Ал бұл үдеріс негізі табиғи үдеріс болып саналады. Жаңағы бізде құпия қалыпта келген сияқты, яғни екінші ретті жыныстық жетілу уақытысы бұл табиғи құбылыс болып саналатыны екен. Енді екінші ретті жыныстық жетілу белгілері бізде ұлдарда бөлек болады және қыздарда бөлек болады. Яғни екеуінде екі түрлі сыртқы белгілер болуы мүмкін екен. Тақтаға назар аударайық. Ұлдарда дауыстың
балалар, бізде дауысқа қатысатын қандай мүше еді? Көмей. Яғни көмейіміздің ер балаларда 45 мм болса, қыз балаларда 35 мм болады екен. Яғни осы көмейіміздің ұзындығына да байланысты, және де екінші ретті жыныстық жетілу бізде гормондарға байланысты болады екен. Яғни ұлдарда бізде қандай гормон еді? Тестостерон гормоны. Ал қыз балаларда эстроген деп аталатын гормондар. Яғни осы гормондар арқылы бізде сыртқы белгілер орын алады екен. Екінші ұлдарда иық кеңейеді, дене іріленеді. Үшінші бетке, қолтық маңына және денеге жүк шыға бастайды. Келесі бұлшықетті және қыз балалардағы белгілер. Бірінші эстроген гормонына байланысты өзгеріс, яғни сүт бездері дамиды. Екінші жамбас кеңейеді және бел жамбас пішіні қалыптасатын болады. Үшінші ол қолтық және шап маңында түктерді шыға бастауы. Одан кейін дене бітімі өзгеріп, май қабаты түзіле бастайды. Және ай сайынғы цикл, менструациялық цикл, яғни қайталанып келетін, 28 күн сайын қайталанып тұратын цикл бізде қыз балаларда орын алады екен, осы гормондарға байланысты. Енді балалар, келесі қыздарда, ұлдарда әртүрлі деп жатырмыз. Сол сияқты бұл жыныстық жетілу уақытысы да ұлдарда басқаша, қыздарда басқа уақытта болады екен. Яғни қыздарда жетілу, біз айтамыз, естіп жатырмыз ба? Апаларымыздан, аналарымыздан, яғни қыздар ұлдарға қарағанда ертерек бойжетеді, ертерек жетіледі деп жатады. Оны ғалымдардың дәлелдемесі бойынша қыздарда жыныстық жетілу 10-13 жас аралығына алатын болса, ол жердегі жаңағы айтып өткен сыртқы белгілер орын алады екен. Ал ұлдарда жыныстық жетілу 12-15 жас аралығын қамтиды екен. Яғни сіздердің нағыз қазіргі шарттарыңыз екінші ретті жыныстық жетілудің уақытысы екен. Енді бізде жеке даму қарқыны қалай жүзеге асады? Яғни әр адамның өсу қарқыны жеке болады. Жаңа айтып өткенімдей жыныстық жетілудің уақытысы әр адамда қалыпты, яғни әртүрлі болған. Енді балалар, бізде екінші ретті жыныстық жетілумен қатар биологиялық жетілу деген де бар. Және әлеуметтік жетілу деп екіге бөлеміз. Биологиялық жетілу дегеніміз, яғни ағзадағы физиологиялық тұрғыдан елестеп жағдайға жетуіміз. Яғни жаңағы айтқан сыртқы белгілер мен ішкі белгілерді биологиялық жетілуге жатқызамыз. Ал енді әлеуметтік жетілу бұл қоғамда өзін-өзі ұстауы және де жауапкершілікті сезіну, қарым-қатынас, мінез-құлықтың қалыптасу уақытысы, отбасымен неге, қоршаған орта әлеуметтік жетілуге үлкен ықпалын тигізеді. Яғни біз кішіге іздеп, үлкенге құрмет көрсетуіміздің өзі неге жатады екен? Әлеуметтік жетілуге жатады екен. Екеуінің байланысы, яғни дененің дамуына байланысты жүзеге асады екен. Сабақ топқа бөлейік, яғни бізде бірінші топ, екінші топ және де үшінші топ деп үш топқа бөлінеміз. Бірінші топ бізде аталық бездеріне байланысты сұрақтарға жауап береді. Мен сіздерге карточка тараттым. Ал екінші топ бізде әдеттің жыныс бездеріне байланысты тапсырма орындайтын болады. Топтасып отырып, топтасып жасаймыз. Үшінші топ бізде жыныс гормондарының реттелуіне байланысты тапсырма орындайтын болады. Тапсырманың астында дискриптор тұр, сол дискрипторге байланысты сұрақтарға орындайды. Топтық жұмыс. Топтық жұмысқа жалпы берілетін балл 3 баллды қамтиды. Үш минут уақыт беремін.
1 сантиметрге ұзары болған короче. Олар уақыт аяқталды. Ол қалыпқа. Жарайсыздар. Аяқталған болса, онда балалар бері қарап назар аударамыз. Қазір мен сіздерге топтық жұмыс жасап жатқан кезде бағалау парағын таратып шықтым. Бұл бағалау парағында бірінші топтық тапсырмаға байланысты 3 балл, жеке тапсырмаға байланысты 4 балл, жұптық тапсырмаға байланысты 2 балл, яғни әр дескрипторге қарай отырып дұрыс жауап беретін болсақ, өзіміздің академиялық адалдықты сақтай отырып, өзіміз балымызды жазып, жалпы балын бағалау парағына енгізіп отырамыз. Бірінші топтан бастайық. Келе ойнап. Аталған жұмыс бездерінің құрылысынан бастайық. Аталған жұмыс бездерінің орналасу және құрылысын атаңыз. Назар аударып тыңдаймыз, бағалаймыз, иә болар? Орналасқан жері ұма. Тестостерон гормоны қандай қызмет атқарады? Ол сперматозоидтерді түзеді, дауыс бұлшық пен сүйек дамуын реттейді, және жыныс мүшелерінің өсуін реттейді. Жақсы. Екінші топ назар аударып тыңдап отырамыз. Бағалаймыз қазір. Келесі, сіздерде аталық жыныс безінің қызметі қандай? Ұрықтану, ұрпақ жалғастыру және гормон түзу. Гормон түзу және ұрықтану процесіне қатысу, иә? Бізде тестостерон гормоны ағзаға қалай әсер етеді? Түк өседі, дауысын жуандайды, бойы өседі және де мінезі өзгере бастайды. Жақсы. Екінші топ бағалайықшы, бірінші топты құралайық. Яғни 3 балдан қанша балл қоямыз? 3 балдан 3 балл қоямыз, иә? Топ басшысы өзіңіз отыра қойыңыздар. Өзіңіз топтың ішінде кім белсенді болды, соған балды дұрыстап қойып берсеңіз. Келесі екінші топ. Назар аударып тыңдаймыз. Аналық жұмыс бездеріне эстроген жасады. Эстроген фолликулдан тиген. Аналық бездердің үстіңгі жағын жатыр күтуінің сыртқы шашақты жерді көтеріп тұрады. Эстроген және прогестерон қандай қызмет атқарады? Әйел жыныс бездерінің дамуына әсер етеді. Әйел жыныс бездері ағзадағы қандай үрдістерге жауап береді? Гормондардың әсері қанқа мен бұлшық құрылысына, әйелдің типі бойынша майды жинауына, сүт бездерінің дамуына көрінеді. Эстроген және прогестерон гормондарының жетіспеуі қандай әсерге әкелуі мүмкін? Сүйектің өсуі баяулайды, ағза дамуы және жыныстық жетілуі тоқтайды. Жарайсыздар. Екінші топты, үшінші топ бағалап өтсек, Айсұлу? Мен екінші топқа 2 балл беремін. Себебі бұл жерде олар орташа деңгейде, яғни эстроген және прогестерон гормондары туралы толық ақпаратты айта алады. Жақсы. Келесі бізде үшінші топ. Безделу, эндокринді бұзылыстар туралы, иә? Ал қалғанымыз назар аударып, тыңдайық, қателері болса дұрыстайық. Жыныс гормондарын реттеу және эндокринді қарапайым түрде жыныс гормондары қандай бездері өседі? Жыныс бездері ерлерде аталық бездер, әйелдерде аналық бездер. Жыныс гормондарын ағзадағы жалпы қызметін сипаттаймыз. Жалпы қызметі жынысты жетілуді қамтамасыз етеді және бірінші жыныстың дамуға, мысалға дауыс өзгеру, дене пішінінің өзгеруі. Көбею процесін реттейді, мінез-құлық және эмоцияларға да әсер етеді. Жақсы. Орташа деңгей гипофиз безі жыныс гормондардың жұмысын қалай бақылайды? Гипофиз безі арнайы гормондарды бөлінеді. Фолликулаларды ынталандырушы гормон. Фолликулаларды ынталандыруға қатысады екен, иә?
Гипотиреоз мен гипертиреоздың жыныс гормондарын тепе-теңдігіне қалай әсер етеді? Гипотиреоз бен гипертиреоз деген ғылымдар, яғни терминдер қалай әсер етеді екен бұл? Гипертиреоз дегеніміз не екен? Гипертиреоз жыныс гормондарының жылу деңгейі төмендейді және де етеккір циклі бұзылады. Етеккірдің циклінің бұзылуынан болады екен. Және де ұрықтану қиындайды. Ұрықтану процесі қиындайды екен. Қалғанша безінің жұмысы төмен болады. Қалғанша безіне әсер етеді екен. Қалғанша безі бізде балалар қай жерде орналасқан? Тамақ бөлімге, яғни қалғанша безінің дұрыс жетіспеуінен қандай аурулар пайда болушы еді? Дұрыс жұмыс істемеген зоб деген ауру. Яғни зоб ауруына шалдығуы мүмкін екен, иә? Енді гипертиреоз гормондар тепе-теңдігі бұзылады. Гормондар төмендейді және де түскерінеді. Және де қақпаншаның без тым белсенді болады. Жақсы, жарайсыздар. Үшінші топты, бірінші топқа қалайық. Жанерке, отыра қойыңыздар. Біз үшінші топты жоғары бағалаймыз. Себебі олар бүкіл сұрақтарға дұрыс жауап берді. Нақты атап сондықтан 3 балл береміз. Жақсы. Олай болса топ басшылары топ ішінде кім белсенді болды, соған балды қойып шығамыз. Ал балалар бір-біріміздің, яғни сабақты толық топтық жұмыспен түсіне алған жоқпыз, иә? Ары қарата келесі тапсырмаларды орындайық. Келесі тапсырма бізде жұптық тапсырма Learning Apps платформасы арқылы жасалған. Мен сіздерге қазір сілтемесін WhatsApp номерлеріңізге жіберемін. Сіздер оны ұялы телефоныңыз арқылы орындайық. Бәріңізде бар ғой, иә? Жұптық тапсырма бізде, яғни жұптық тапсырмаға 4 балл берілген. Дискриптерге назар аударамыз, бағалау парағындағы сол бойынша орындаймыз. Бастаңыздар. Аяқтасақ, жұптық тапсырмамызды олай болса, біз әділдік және жауапкершілік құндылығын білеміз ғой, иә? Осы құндылыққа сәйкес өзіміздің бағамызды әділінен қояйық, иә? Балалар, өзіміздің тапсырманы дұрыс орындаған болса, тақтаға шығып, барлығымыз тексеріп өтейік. Бірінші тапсырмаға ардақ шыға қой. Яғни оқи ғой. Бойдың өсуі екеуіне де ортақ. Белгі ғой. Қосып тұр. Жарайсыз. Келесі Ержан, екінші сұраққа. Сүт бездерінің дамуы кімдерге тән деп белгіледіңіз? Кімдерге тән дедіңіз? Бездердің дамуы қыздарға. Жарайсыз. Дұрыс. Отыра қойыңыз. Келесі Аружан. Екеуіне ортақ. Отыра қой. Иықтың кеңеюі дейді. Иықтың кеңеюі ұлдарға тәрбиелеу, иә? Келесі Жанерке Заметова. Сіздер шыдамдылар қалай? Жандардың кеңеюі Қыздарға тәрбиелеу дейді, иә? Сабина, келесі сұраққа.
тұжырымдама жасаймыз. Бірінші мәтінді мұқият оқып аламыз. Үшінші, әлеуметтік жетілуді белгілерін біз дұрыс анықтаймыз. Және де төртбал беріледі. Ол биология, әлеуметтік жетілу туралы айырмашылықты толық түсіндіруге балаларға яғни беріледі екен. Бақылыңызда бар ғой? Ал орындаймыз. 3 минут уақыт беремін. Мұқият оқыңыздар. Аружан 14 жаста. Соңғы уақытта оның бойы сырт келбетінде өзгерістер байқала бастады. Бұл биологиялық жетілудің белгісі. Сонымен қатар ол үйдегі кішісіне көмектесіп, өз ісіне жауапкершілікке қарап, үлкендермен әдепті сөйлеуге тырысады. Бұл әлеуметтік жетілудің белгісі. Жасөспірім кезеңінде адам ағзасында ғана емес, мінез құлқында, қарым-қатынасында жауапкершілікке өзгерістер болады. Сондықтан биологиялық жетілу мен әлеуметтік жетілу бір-біріне байланысты болғанымен, екеуі бірдей емес ұғым дейді. Орындаңыздар. Орындайық. Жасап жатырмыз ба? Иә. Түсініп жүрсің ба? Неге тапсырма? Я бұл бірінші тапсырмаға дұрыс, тек қана дұрыс жауап беретін 1 балл, екінші тапсырмаға екі тапсырмаға дұрыс жауап беретін 2 балл, 3 тапсырмаға дұрыс жауап беретін 3 балл, 4 сұраққа дұрыс жауап берсек 4 баллдан зиян жақсылап дайындаламыз. Ал аяқтасақ балалар, уақыт аяқталды, иә? Барлығымыз бері қарай. Бірінші тапсырманы мен сұрағым келді. Саяттан айта ғой. Биологиялық жетілу дегеніміз не? Ол ағзада жасқа байланысты деген өзгерістердің жүруі. Яғни бұл жауабы, иә? Бәрімізге солай ма? Иә, өзімізді белгілеп отырайық. Жарайсыз. Келесі сұрақты Амина оқы ғой. Жасап, жауапкершілік алу, өзін ортада дұрыстай білу қабілеті бұл бізде, иә. Иә. Бәрімізге солай ма? Иә. Жақсы. Үшінші сұраққа Сабина жауап бере ғой. Қайсысы әлеуметтік жетілуге жатады? Біріншісі үлкендермен сыпайы сөйлесу. Өз ісіне жауапкершілікпен қарап, кішіге қамқор болу. Ал қалған бойдың өсуі бұл неге жатады? Биологиялық жетілуге. Сүт бездерінің дамуы? Кімдерге тән? Қыздарға тән белгілі екен, иә? Үшінші сұрақ бізде, төртінші сұрағымыз ашық сұрақ. Ашық сұраққа бізде кім жауап береді? Жауап бере ғой. Жетілу мен әлеуметтік жетілудің бір айырмашылығын бір-екі сөйлеммен түсіндім. Яғни биологиялық жетілу ол адам ағзасындағы дене өзгерісіне байланысты, ал әлеуметтік жетілу адамның мінез құлқы жауапкершілігі және де қоғамдағы қарым-қатынаспен байланысты. Өте жақсы. Егер де сіз жаңағы 3 сұраққа алып 3 сұраққа дұрыс жауап беретін болсаңыз, мына сұраққа ашық түрде дұрыс жауап бергеніңіз үшін толық 4 баллды өзіңізге қойыңыз. Бастаңыз. Келесі ашық сұраққа тағы бір оқушыдан сұрап өтейін, иә? Айта қойыңдар, кім жауап береді? Мұқағали, сен жауап бере қойшы. Сен қалай бересің ашық сұраққа? Оқы ғой. Биологиялық жетілу адам ағзасындағы дене өзгерістермен байланысты. Ал әлеуметтік жетілу? Әлеуметтік жетілу адамның мінез құлқы, жауапкершілік және қоғамдағы қарым-қатынастарымен байланысты. Жақсы, сіз де жарайсыз. Егер де алдыңғы 3 сұраққа дұрыс жауап берсек, онда 4 балл қойыңыз, иә? Барлығымыз өзімізді бағалап отырамыз. Кімде қате кетсе, әділ түрде бағаңызды өзін бағалап отырамыз. Олай болса, алатын алсақ болар, келесі бізде бекіту тапсырмасы, яғни орындарда жалған шындық, я дұрыс жоқ деп жауап берейік, я. Жылдам-жылдамдық керек бұл жерде. Жыныстық жетілу кезінде тек ол болғандығын көрсетесіз. Жоқ, я қыздарда да өзгеріс болады екен. Әлеуметтік жетілу ағзада дене өзгерістеріне ғана түседі. Жоқ, жылдамдық керек екен бұл жерде. Сүт бездерінің дамуы. Жоқ, я. Кетті? Қолтық пен шалтай
Биологиялық жетілу адам ағзасында дене өзгерістеріне байланысты ма? Жыныстық жетілу кезінде тек оларға өзгеріс болады. Жоқ деген жауап екен. Осымен бізге бекіту сұрақтары аяқталды балалар. Егер бүгінгі сабақ түсінікті болды ма сіздерге? Жыныстық екінші реттік жыныстық жетілу дегеніміз не екен? Яғни балалық шақта ересек шақта кезде жарайсыз. Ұлдарға да, қыздарға да тән белгілер бар ма екен? Ал ерекшелік бар ма екен? Барлығы түсінікті ме сіздерге? Олай болса балалар, келесі сабаққа көңіл күйлеріңізді көтеріп, яғни сергіп барсын деп, мен сіздерге сергіту сәтін жүргізіп өтейін, тақтаға қарап, орныңыздан тұрып, сергіту сәтін жасайық. Қайталаймыз. Тақтадағы сізге қайталаймыз. Мен әр қатардан бір оқушыдан сұрап өтейін, қалғанымыз параққа орындай беріңіздер, жаза беріңіздер. Бірінші қатардан және ол адамдарда өтпелі кезең болатындығын білетін едім. Мені таңғалдырған нәрсе ол қыздардың ұлдарға қарағанда ертерек жетілуі, болашақта тереңірек қарастыратын бір нәрсе әлеуметтік жетілдіру туралы. Әлеуметтік жетілу туралы, яғни тереңірек білгің келеді, жақсы. Келесі сабақта қосымша тағы да айтатын боламыз. Келесі екінші топтар кім сөйлескені? Мен білетін нәрсе, мен балалық шақта ересек жасқа өту процесі өтпелі кезең деп аталатынын білетін және адамдардың жыныстық жетілетінін. Мені таңғалдырған екі нәрсе, ол екі жынысқа да тән белгілердің болатындығы. Болашақта тереңірек қарастыратын бір нәрсе, ол адамның әлеуметтік жетілу процесін тереңірек қарастырғым келеді. Жақсы. Үшінші топтан кім сөйлегісі келеді? Майка. Биологиялық жетілу. Мен білетін үш нәрсе, биологиялық жетілу және әлеуметтік жетілу. Ол бір-бірімен байланысты, және де қатарынан жүреді. Мен таңғалдырған екі нәрсе, әлеуметтік жетілу тек жасында және де орта мен тәрбиеде әсер етеді. Жыныстық жетілу болашақта тереңірек қарастырылатын нәрсе, ол жыныстық жетілудің гормондар арқылы реттелетін зерттеу. Зерттегің келеді, сен болашақ кім болғың келеді? Дәрігер болғың келеді, сол себептен гормондар туралы көп білгің келеді. Жақсы, келесі сабақта осы жайлы тағы да мағлұмат алып, толығырақ айтатын боламыз. Басқаларымыз кері байланыс парағын толтырып, маған өткізген, яғни ауызша жауап берді. Енді өзіміздің кері байланысымызды түсінбедім, сұрақ бар, түсіндім деген, яғни өзіміздің торбашаға белгілеп өтсеңіздер, келіп бір-біреуге келіп кетіңіздер. Сабақ бүгін түсінікті болды ма, сұрақтарыңыз бар ма маған? Яғни өзіміздің ұлттық құндылығымыз асықтарды дорбаға салады. Ұлттық ойындарымыздың бірі асық дорбамызға түсіп жатыр.
Расылды ұрғашамыз көбейіп жатыр, яғни түсінікті болып жатыр, я? Ал бірінші балалар бағалау сұрағы сіздерге қанша балл екенін, яғни өз-өзіңізді қалай бағаладық, әділ бағаладық па, құндылықтарға сай бағаладық па, өзімізді бағалағанымызды айтып өткенде, Расул өзіңді қалай бағаладың? Не бағалап қойып отырайын? Айта ғой. Сіз жаңа тоқтық жұмыста сіздерде бір қате болғаны үшін мен сізге 8 балл қоямын, иә? Сол сұрақты толық ашпағандарыңыз үшін, иә? Жақсы, отыра қойыңыз. Иә, сіз бүгін белсенді болып қатыстыңыз, иә? Мен сізбен келісемін, сол себептен 9 балл қойдым. Келесі қаншайым? Мен бүгін өзімді 10-нан 9-қа бағалаймын. Мен өзіме 7 балл қоямын, себебі мен екінші тапсырмада көп қателіктер істедім. Жақсы, жарайсыз. Өзіңізді әділ бағалаған үшін рахмет сізге. 7 балл. Келесі, Сабина, сіз өзіңізді қалай бағаладыңыз? 10-нан 7-ге бағаладыңыз. Неліктен? Қай тапсырмада қателестіңіз? Дұрыс жауап бере алмадыңыз ба? Жарайды. 7 балл. Келісемін сізге. Екінші қатардан Ардақ, сіз өзіңізді қалай бағаладыңыз? Мен бүгінгі сабақта өзімді 8 баллға бағалаймын. Өйткені мен бірінші тапсырмада бір қателік жібердім. Жақсы, өзіңізді әділ бағалапсыз, 7 балл. Келесі, Альмира, сіз өзіңізді қаншаға бағаладыңыз? Мен өзімді себебі мен сол тапсырмада орындаған жоқпын, тек қана берген тапсырмалардың барлығы дұрыс, бірақ кітапқа шыққан. Ал бізде белсенді болып отқан қалай, сіз өзіңізді қалай бағаладыңыз? Мен өзімді 8 баллға бағаладым. Сыныпта біздің белсендістен қалай, сіз өзіңізді қалай бағаладыңыз? Мен өзімді 9 баллға бағаладым. 9 баллға жарайсыз, мен де сізбен келісемін. Бізде бүгін тағы да кім белсенді болды? Малика, сіз өзіңізді қалай бағаладыңыз? 10-нан 9 баллға жарайсыз. Аружан, сіз өзіңізді қалай бағаладыңыз? Неліктен? Кейбір тапсырмаларда Қай тапсырмада қателестіңіз? 8 балмен жақсы. Айсұлу, бүгін сіз белсенді болдыңыз. Қаншаға қойдыңыз өзіңізге? Мен өзімді 8 баллға бағаладым. Мен сізге 9 балл қоямын. Керісінше сіз бүгін яғни бекіту сұрақтарына да дұрыс жауап бергенде сізге 9 балл қоямын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгін өздеріңізді әділ бағалағандарыңызға және де сабаққа белсенді қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз. Келесі сабақта осындай белсенді болуларыңызға тілектеспін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.